Сәлем бірге дәке. Бүгін біз түрлі тұлғалармен сөйлесетін боламыз. Ішінде Тоқаев бар. Я работаю в качестве президента, я также преподаю в университете. Назарбаев бар, Дуров бар, Нұрлан Сабуров деген сияқты. Солармен сөйлесеміз. Ол үшін не істейміз? Менде GitHub'та Тұлғабот CLI деген бар проект, қандай да бір папка. Соның ішінде пустой. Сол жерде открыть терминал деп басамыз. Одан кейін көшіріп алуға болады мына жобаны. Бізде код, сосын Donald Zig деп, сосын архивировать етуге болады. Бірақ та мен гитпен көшіретін боламын. Онда сіздер мына жер арқылы өтіп, өзіңіздің неңізге байланысты. Көбіңізде Windows деп ойлаймын. Төменге түскенде мына Windows бар. Соның үстінен басамыз, сілтеме тұрады. Содан кейін мына жерде Windows 64 setup дегенді көшіріп аласыздар. Python керек болады. Егер сізде Python болмаса айтпақшы, міндетті түрде мында видео шығады. Сол жерден Pythonды компьютеріңізге орналастырып алыңыздар. Ол үшін мына жерде басамызда терминал бар ғой, сол жерге Ctrl-V-мен қоя саламын. Вставить в любом случае дейміз, сол кезде бізде клон жасалады. Тұлғабот CLI-ға кіресіздер, cd арқылы командасы, сосын pip install recommended text деген бар. Ол кезде бізге керек библиотекаларды көшіреді. Менде барлығы көшіріліп қойған. Сосын мына жерде команда бар, kls деген. Қазір kls деп жазамыз төменге, сол кезде бізде терминал очистка болады. Сосын мұнда dir деген бар. Dir деген командадан бассақ, сізде қандай папка бар, соны көресіздер. Мұнда бізде .env деген файл бар, соны ашу керек. Ашу үшін біз notepadты қолданамыз. .env notepad.env ашылды. Мұнда қараңыздар, токенін орнату керек. Міндетті түрде. Қазір токенді орнату үшін мұнда жазып қойдым. Бірінші open link дейді. Осы сілтемені ашыңыздар. Сосын сізге егер аккаунт болмаса, сізде характерейді. Онда Google немесе кез келген аккаунтпен кіре берсеңіздер болады. Мұнда сізде ашылады, чатпен сөйлесіңіз. Ашылды сайт. Исследовать элемент деген басамыз. Исследовать элементті басқаннан кейін мұнда network деген бар. Үстінде network орысшасын білмедім қалай екен. Сет қой деймін, қателеспесем. Осындай ашылады. Сосын мына жерде страницамызды обновление жасаймыз. Сол кезде страницаны обновление жасаған кезде мұнда сізде неше түрлі мәліметтер шығады. Сол жерден біз settings деген бар. Міне, settings slash сол ашылады. Содан кейін төменге қарай түсірген кезде мұнда authorization token деген бар. Сол токенді көшіріп аласыздар. Бұны ешкімге бермеңіздер. Жәнегі notepad бар ғой, соның ішіне Ctrl-V-мен қоямыз, Ctrl-S-ді басамыз, сохранить етеміз, немесе мына жерден сохранить етсеңіз болады. Бәрі. Notepad жабамыз, қайтадан команда строкаға келеміз. Сосын kls-ді басам, очистка жасаймыз, сосын ls, dir-ді басқаннан кейін мұнда келесі app.py деген бар. Соны жазамыз. Қосамыз. Ол үшін Python дейміз. app.py басамыз. Сосын күтеміз. Міне вентиляция болды. Міне сізде шығады enter mode. Voice немесе текст. Мәтінмен сөйлейді немесе аудио арқылы сөйлеседі. Мен текст деген таңдайын. Мұнда характер болады, сізде 11 характер. Соны айтамыз. Кіммен сөйлесейік мысалға. Мен кіммен сөйлесем? Алисамен сөйлескім келеді. Привет, Алиса. Привет, Алиса. Бірінші қосылды. Привет, я Алиса, анау. Соны айтады, содан кейін келесі хат. Міне, привет, чем я могу тебе помочь? В чем сила? В чем сила? В чем сила, Алисас? Қазір жауап береді. Яндекс Алиса. Міне, сила это способность, анау. Кеттік келесі шығайық, Ctrl-S деп шықтық. Қайтадан жоғарға қарай бассақ, бізде командамыз дайын тұрады. Қайтадан қосамыз. Мен және текстовый режим болдық. Енді келесі voice деген таңдаймын. Voice деген таңдадым. Келесі қайтадан Алиса, я. Привет, Алиса. Как ты? Но қайтадан жайның үстіндегі. Міне. Я отлично. Спасибо, что поинтересовались. А как дела у вас? Я готова вам помочь. Все. В чем ты занимаешься? Я могу разговаривать с вами. Поиск по интернету.
подбор музыки по вашим предпочтениям, читать новости, быть вашим личным помощником и много другое. Ну, понятно. А ты хорошая. Ну, понятно. Спасибо. Ни за что могу что-то еще для вас сделать. Да, ничего не надо. Хорошо, вы всегда можете обратиться ко мне, если у вас будут вопросы. Буду всегда рада помочь вам. Все, Ctrl S басамыз, сізге қарай қайтадан басып келесі қоямыз. Қайтадан voice mod, voice. Мұнда мен келесі кіммен сөйлескім келіп тұр. Тоқаевпен сөйлесек. Жоқ, қазақша сөйлесек. Сәлем, метсіз бе? Қал жағдайыңыз қалай? Мен жақсымын. Сен не болды деп ойлайсыз? Міне қазақша дұрыс жауап бере алмайды. Чем занимаешься? Я работаю в качестве президента, я также преподаю в университете. В свободное время я с удовольствием тренируюсь в зале и провожу время со своими друзьями и семьей. Алло? Уағалейкум салам. Жақсымын сен?